Саламатсыздар ма оқушылар? Қалдарыңыз қалай балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Тақтаға назар аударып, кішкене сіздермен психологиялық ахуал бұзбалайық. Тақтада беріліп тұрған бізге өлеңді бірге бірігіп оқиық. 1, 2, 3 сынып іші тып-тыныш, жалқа отты тастаймыз, біз сабақты бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабақты бастамас бұрын сіздердің алдарыңызға әрқайсыңыздың есімдеріңіз жазылған мынандай бағалау парақшасын таратып бердім. Ендеше тақтаға назар аударыңыздар. Осы бағалау парақшасында қазір берілген әр сұраққа әр оқушы қалай жауап береді? Қол көтеріп жауап береді. Қол көтеріп жауап бергеннен кейін жауабы егер оқушының дұрыс болса, ол біз не істейміз? 1, 2, 3 осы сандардың астына өзіміз белгілеп қоямыз. Сонда сабақтың соңында балалар біз өзіміздің алған бағамызды есептейтін боламыз. Осы кезекте балалар өткенге шолу есебінде мен сіздерге Word программасын дайындап алып келдім. Осы әр ұяшықта бір сұрақтан жасырынған сол ұяшықты таңдау арқылы біз бүгін сұрақтарға жауап береміз. Қол көтеріп жауап берген оқушыға біз не қоямыз? 1 балдан қоямыз. Жақсы, ендеше алғашқы топ таңдайымыз кім шығады? Арунас, қандай топ? Қандай ұяшық? Өзің алады. Айтап оқиды. Етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз адамның іс-қимылын білдіретін сөздерді етістік дейміз. Өте жақсы, керемет. Ендеше өзіңе 1 балл белгілей ғой. Рахмет. Дұрыс па балалар? Дұрыс қой. Жақсы, келесі топ. Келе қойыңыз. Кім топ? Кім келетін адам? Мадина, келе қой. Кесі бар. Яшық таңдай бар. Нағасы үстен яшық таңда. Келеуін басамыз. Сан есім? Оқиғы. Сан есім дегеніміз Дұрыс па балалар? Жақсы оқиға. Өзге 1 балды істейміз, түртеміз. Келесі топ, келе қойыңдар. Кім келеді? Келе қой. Айша, келе қой. Өзіңнің қалаға түстегі ұяшығын таңдай ғой. Дейміз, өте жақсы. Және олар қандай деп аталады? Сөздастары? Жақсы, отырады. Рахмет. Өзіңе не істейсің? Не істейсің, Айша? 1 балды белгілеп аласың. Жақсы, келесі бізде соңғы топ келе ғой. Келе ғой. Алихан, көп күш қалды, көп ұяшықты таңдайын, келесі басамыз. Жақсы, сынып дегенімізде сынның жаттан санын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Жақсы, дұрыс па балалар? Жақсы, өзіңе 1 нені таңдаймыз? 1 балды белгілейміз, кәне белгілі ғой. Жақсы, балалар, ендігі біздің сабағымызды, жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын біз топқа бөлініп алуымыз керек. Ендеше мына бірінші отырған мына жердегі топтың оқушылары келіп, мына жерде берілген менің соңында берілген QR кодтарды өзінің телефондарымен сканерлейді және де ішінде шыққан атау арқылы осы топтарға бөлініп қояды. Топтардың атауын мен жазып қойдым. 4 топ бөлек соған отырамын.
Енді орныңызға әркім өзінің тобына орналасып болсаңыздар, топтармен таныстырып өтейін. Бірінші тобымыз біздің Қажымхан Мұңайтпасов тобы, екінші топ бізде Ахмет Байтұрсынов тобы, Бауыржан Момышұлы тобы және де Мұхтар Әуезов тобы болады екен. Жақсы, ендеше балалар, осы 4 топқа берген атауларымыз біздің. Олар кімдер? Кім айтады? Атақты адамдар, атақты тұлғалар. Жақсы, ендеше бүгін сұрақ-жауап әдісі арқылы сіздерге жаңа тақырыпты ашқым келіп тұр. Тақтаға назар аударайық. Жаңағы сіздердің QR код арқылы таңдаған атақты тұлғаларымыздың суреттері тұр мына жерде. Ең алғашқы суретте бізде кім тұр? Бауыржан Момышұлы. Сол өттеріп айтайық, балалар, кім? Бауыржан Момышұлы дегеніміз кім? Айталы. Батыр. Дұрыс па, балалар? Жақсы. Өзіңе бір бал бересің. Екінші бізде суретте кім? Айша айтады. Екінші суретте Қажымхан Мұңайтпас. Қажымхан бұл чемпион. атақты палуан. Өте жақсы. Саялы өзіне де бір балл белгілеу. Жақсы қатысып отырсың. Жақсы, келесі бізде кім? Махамбет айтады. Жазушы, өте жақсы, керемет. Өзге бір балды белгілеп жібер. Төртінші суретте бізде кім? Айтады, Мадина. Ахмет Байтұрсынов. Ол біздің мектеп ашқан, әліпби ашқан. Әліпби жазған бірінші, алғашқы әліпби жазған, жазушымыз. Жақсы, отыра қойыңдар балалар. Мадина, өзіңе де бір балды белгілеп ал. Жақсы балалар, ендеше біз осы бүгінгі өтетін тақырыбымыз етістіктер туралы, және де біз бүгінгі бөліміміз атақты тұлғалармен танысты. Жақсы балалар, ендеше біз жаңа бөлімді бастаймыз. Бүгінгі біздің жаңа бөліміміз атақты тұлғалар. Осы атақты тұлғалармен таныса отырып, біз бүгінгі қызықты тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Балалар, келесі алғашқы біздің тапсырмамыз, ұжымдық жұмыс барлығымыз бірге орындаймыз. Әркім өзінің тобында. Мынандай сізге спиральдық түрінде мәтін беріледі. Сол спираль түрінде жазылған мәтінді бір адам оқиды, және қалғанымыз соны тыңдап отырамыз. Кейін сол не жайында мәтін бойынша бізде сұрақтар беріледі, соған бірге жауап беретін боласыздар. Қазір мен сіздерге мәтінді таратып берейін. Әйгерім оқы. Жақсы оқушылар, ендеше мәтінмен танысып болса, осы мәтінді енді талдап көрейікші. Балалар, мәтін кім туралы? Атасы мен Ержан туралы. Жақсы, Ержан қандай сұрақ қояды атасына? Біреу тұрған суретте кімнің суреті деп, біздің атамыздың суреті ма деп сұрайды. Өте жақсы. Ендеше атасы кімге не деп жауап береді?
мұғалім суреті дейді. Жақсы, ендеше осы мәтін бойынша біз бүгін жұмыс жасайтын боламыз, тапсырмалар орындайтын боламыз. Әрқайсыларына сіздерге ақбет, осындай 5-ке бөлінген ақбет парақша таратылып берді топқа. Топтық жұмыс орындаймыз, оқиға картасын жазамыз балалар. Осы мәтін бойынша өздеріңіздің оқығаныңызды, түсінгеніңізді 5 бөлікке бөлесіздер. Бірінші бөлігіміз мәтіннің аты, өздерің осы мәтінге ат қоясыздар. Екіншісі бізде ішіндегі кейіпкерлер терін жазамыз. Жаңа айттық қой, біз кім бар ішінде? Атасы, Ержан деген сияқты. Келесі үшінші бізде оқиға орны, бұл оқиға орны қай жерде болды? Қай жерде олар сөйлесті деген сияқты. Төртіншісі бізде туындаған мәселе, қандай мәселе туындады, қандай сұрақтар қойылды, қандай жауаптар болды деген сияқты. Және де соңында осы мәтіннен өзің мәтіннің ішінен бір сұрақ құрастырып, соған жауапты жазамыз. Түсіндік қой, иә? Кәнеке, енді топтық жұмыс, топта бірлесе отырып, осы ақтағанға түсіреміз. Біреуді жазамыз, қалғанымыз пікір қосамыз. Өте жақсы, ал жұмысымызды бастай қояйық. Жақсы оқушылар, ендеше дайын болған топтар тақтаға өзіңіздің постеріңізді алып, әр топтан бір оқушы шыға беріңіздер. Жақсы, ендеше әр топ өзінің бірінші тапсырма, екінші тапсырма деп бөліп алайық. Бірінші топ Қажымұқан Мұхитбасов тобы, бірінші топ мәтіннің атауы қандай? Атасы мен Ержан. Атасы мен Ержан деп алдық, иә? Жақсы. Келесі бізде келесі топ қандай кейіпкерлер бар ішінде? Атасы мен Ержан. Жақсы. Келесі үшінші топ бізде оқиға орны. Мына мәтіндегі болып жатқан оқиға орны қандай жерде болды деген сияқты. Қай жерде болды? Үйінде болды. Кімнің үйінде? Атасының. Атасының үйінде. Ендеше туындаған мәселе. Сіздер дым жазбадыңыз, иә? Жақсы. Айта ғой. Туындаған мәселе қандай бұл жерде? Ата сіздің кабинетіңізде ілініп тұрған суретші ма? Кімнің суреті деп сұрайды, иә? Сол туындап тұр ғой, сонда кімнің суреті екенін біле алмай тұр, иә? Бұл біздің атамыз ба деп шатасып тұр, иә? Жақсы. Ал енді сіздерде қандай ой қойдыңдар? Туындаған мәселе сіздер не жаздыңдар? Мүмкін сіздер басқаша жазғансыздар, қарай. Бірде Ержан атасына қызық сұрақ қойды. Ана кісі сіздің әкеңіз бе? Атасы Ержанға мойнын бұрып, кімді айтасың деп күліп жіберді. Ол ұлы атам өте үлкен жазушы кісі деді. Жақсы, бұл жерде көрдіңіз ба? Сонда Ержанның мәселесі не бұл жерде? Ержан нені білмейді екен, кімдерді білмейді екен? Атақты тұлғаларды білмейді екен Ержан, иә? Соны біз мәселе қылып, атасы соны түсіндіріп жатыр, солай ма? Ал сіз қандай қылып жаздыңыз? Ұлы сөзі мағынасы Ержан түсінбеді. Ұлы сөзінің мағынасын Ержан түсінбеді бірінші, иә? Жақсы, ендеше 5-ші тапсырма мәтіннен әр топ өзі сұрақ құрастыру керек еді. Қажымұқан Мұхитбасов тобы келе қойыңыз. Өзіңіздің сұрағыңызды оқи қойыңыз балдарға. Ержан атасына не деп сұрақ қойды? Кім жауап береді? Қол көтеріңіз. Дұрыс па жауабы? Жақсы. Өзіңізге түртіп алыңыз бір балыңызды. Келесі екінші топ. Үлкен портрет қай жерде ілініп тұр? Үлкен портрет қай жерден тұр? Айтайын. Атасының кабинетінде. Атасының кабинетінде. Дұрыс па екен, Мадина? Атасының кабинетінде дұрыс екен. Балалар дұрыс екен. Өзіңізге бір балды белгілеп жіберіңіз. Келесі сұрағыңызды оқи қойыңыз. Тыңдап отырайық, мұқият балалар. Сұрағыңды оқи қойған. Сенің суретіңде, бейнесінде не тұр? Бұл да екеуі ұқсас сұрақ, иә? Атасының
бөлмесінде суретте кімнің суреті бейнеленіп тұр дейді. Кім айта алады? Қалиха. Мұхтар Әуезовтың суреті ілінген. Жақсы оқушылар, сонымен біз оқиға картасын талдап болдық. Ендеше орнымызға отыра қояйық. Енді бір сергіп алайық. Орнымыздан барлығымыз бір ауыздан тұра қояйық. Тақтадағы сөздерді қарап бірге қайталайық және іс-қимылын бірге жасайық. Қолдарын қалай? Қолдарын қалай? Осылай. Айтамыз. Жүріс қалай? Осылай. Жүгіріс қалай? Осылай. Алғанда қалай? Осылай. Бергенде қалай? Осылай. Түнгі ұйқы қалай? Осылай. Ойнағанда қалай? Осылай. Көңіл күй қалай? Осылай. Өте жақсы, керемет бала. Орнымыздан отыра қояйық. Жаңа біз барлығымыз бірге не істедік? Жүгірдік. Орнымызда тұрып не істедік? Жүгірдік. Осылардың барлығы неге жатады? Дұрыс айтасыздар. Қандай сұрақ қоямыз? Етістікті қандай сұрақ қоясың? Сұрақ қалай бас? Өте жақсы бала. Ендеше біз бүгін сол етістікті еске түсіреміз. Жақсы. Балалар, келесі біздің жұптық жұмысымыз барлықтарыңызға мындай қағазда таратып беріледі. Ол жерде біз тез тауып бөгелмей жаз әдісі арқылы көп нүктелердің орнына етістіктерді теріп, келістіріп өзіміз жазамыз. Және соған біз өзімізге бағалаймыз. Көршімізбен бірігіп орындаймыз. Көп нүктенің орнына етістікті жазамыз. Ендеше мен мына жерден оқимын, барлықтарымыз бірге жауап беретін боламыз. Жел не істеді? Соғады. Күн не істеді? Шықты. Жаңбыр? Жауды. Қоңырау? Соқты. Әкем? Келді. Тапсырма? Орындады. Жақсы. Найзағай? Соқты. Жақсы. Асан? Айтты. Таң? Атты. Қой? Ендеше барлықтарымыз бала өзіміздің бағалау парақшамызға бір-бір балдан белгілеп шығамыз. Аударайық. Тақтаға аударайықшы балалар. Енді біз балалар тақтамен жұмыс жасаймыз. Бізде кітабымызда тапсырма берілген. Біздің кітабымызда 3-ші жаттығу берілген. Барлықтарымыз кітапқа назар аударайық. 3-ші жаттығуға назар аударайық. 3-ші жаттығуға назар аударайық. 3-ші жаттығу кітапты ашайық. 3-ші жаттығуға назар аударайық. Соның ішінде біз сәйкестендіру тапсырмасын дәптерімізге орындаймыз. Күннің жадын жазамыз, тақырыпты жазамыз, дәптерге орындаймыз. Жаңағы 3-ші жаттығуымызды тақтаға айтайын келіп орындай ғой. Екі жаққа конкрет кітаптағы екі сөз жазамыз, ортасын карандашпен сызамыз. Ендеше дәптермен жұмысымыз аяқталса, келесі біз сабағымызды енді қорытындылап жіберейік. Бүгін біз қандай тақырыпты өттік? Етістік туралы естуге, сөздерге. Етістік дегеніміз не екен сонымен балалар? Дұрыс айтасыздар, адамның іс-қимылын білдіретін сөздер. Етістіктің сұрағы қандай, Абдулхамис? Етістіктің сұрағы не істеді, не қылды, қайда
сабағымызға барлықтарыңызға үлкен рахмет. Жақсы қатысып отырдыңыздар. Әркім өзінің тиісті бағасын бағалауын алды. Ендеше қазір біз менің тақтада тұрған кері байланысқа келіп, әр топ кезекпен кезек келіп, осы беріліп тұрған қолдарды басып, сабақты түсінгенін, түсінбегенін және әлде де маған сұрағы бар екенін белгілеп кетеді. Жақсы ма? Ендеше біз бірінші топтан бастайық. Қажымұқан Майпас тобы келіп белгілей қойсын. Топ болды. Келесі. Өте жақсы. Барлықтарын жақсы түсіндіңдер ма? Екінші топ келе қойыңыздар. Келе қойың. Дұрыс, Аминат сұрағы бар екен, дұрыс. Жақсы. Сұрағым болса, сұрағым бар деп жазуға болады, бала, белгілеуге болады. Келесі, келе қойың, тез. Оқушылар, үй тапсырмаға біз кітаптағы 4-ші жаттығуды жазып аламыз.